Солай Макс Алматыдан Қызылордаға көлік алып кетті да, дальше Ақтауға барамын да, бірден Ақтаудан көлікті тиеп Алматыға келемін. Тағы да Алматыда 2-3 күн боламын. Сол кезде тағы да кездейік. Осы жолы Оля мен Айымды да ерте шығамыз деп кеткен. Сосын мен айттым, иә, хабарласып хабарын айтарсың дедім. Сосын дүйсенбі болды, жұмысқа барып Айымға осы демалыста болған оқиғамды айтып бердім, Макстың келгенін, Макспен арамызда болған жағдайды бастан аяқ айтып беріп едім. Аузынан суы ағып отырып тыңдады. Бізді де шақырмайсың ба деп ренішін білдірді. Сосын мен айттым Максқа шақырайық деп, бірақ ол осы жолы оңаша болайық деп шақырғанымды қаламады. Сосын жақында тағы да келеді, бәріміз бірге кездесейік деп айтты маған. Сол кезде кездесейік, Оляға да айтып қой деп ескертім Айымға. Ал Айым Оляға обедтің уақытында менің айтқан әңгімемнің бәрін айтқан Оляға. Оля да аузын ашып тыңдаған. Содан әрлі-берлі откен сайын әзілдеп түртіп кетеді мені Оля. Содан бірнеше күн өтті. Жұма күні Макс уже Алматыда болатынын айтып хабарлады. Сосын мен Максқа айттым, өткендегі домегіңді бұрында Айым шақырмағанға ренжіде деп. Ол жарайды деді. Мен Айым мен Оляға айттым, жұма күні жұмыстан тіке шыққейік, бұйырса жұма күні Макс келеді дедім. Олар жақсы деді. Сосын мен күйеуімнен сұрандым, коллектив қыздар болып қала сыртына Ночевка мен Маевкаға шығайын деп жатырмыз, барып келейін деп. Сосын күйеуі жібергісі келмей қарсылық танытты. Сосын мен оған жақсылап тұрып өткендегідей алып жасап бердім. Ол жақсы, жарайды деп келісті. Содан жұма болды, қыздар болып жұмыста кездестік. Содан сыбырласып әңгімелесіп жүрміз, баратын болдың ба деп. Айым екеуміз бір-бірімізге иә барамыз деп айттық. Сосын Алядан сұрадық, барасың ба деп. Ол девочки, не вариант деді. Неге дегенде деді, не с кем оставить и муж тоже против, этот не вариант деп бармайтын болды. Содан жұмыс уақыты бітті. Офистің алдына Макс көлікпен келіп тұр екен. Алдыңғы орындықта бір тоже жас бала отыр, жасы Макстан да кіші. Білесіздер, Макстың жасы бізден 10 жас кішілігі бар. Солай көлікке күліп отырып қал жағдай сұрасып сәлемдесіп отырдық. Сосын бірден Айым, я Макс, бұл кім шегол деп күліп прикол ұстап сұрады. Сосын Макс таныстырды. Ол жас баламен, ренжімесеңдер, бұл менің інім, Ақтаудан менімен бірге еріп келді көлікті. Кезектесіп айдап келдік. Есімі Алмат, жасы 22-де деді. Алмат Макстың немере інісі екен. Сосын Айым Максқа Алмат қайда бара жатқанымызды өзі білемі, аузынан әлі сүтті кетпеген балаға ұқсайды ғой деді, күліп прикол ұстады. Сосын Макс, бұл бала бәленің бәрін білет деп күлді. Айым, жақсы көрістейік, онда үлкендердің қалай демалатынын деді. Мен Айым қойшы болды деп түрткілеп отырым. Солай жолға шығып кетіп домекке де жеттік. Макс пен Алмат қатты дайындалып керек жарақтың бәрін алған екен, продукты анау-мынау. Сосын мен Максқа айттым, давай бірден шашлық бастап пісіре берің, біздер жұмыстан шыққасын, қарнымыз аш деп айттым. Олар жақсы, жарайды деп шашлық пісіруге кірісіп кетті. Ал Айым екеуміз купальнигімізді киіп алып бір мұздай сыра ұстап парилкаға кіріп кетеміз. Парилкада Айым маған не істейміз, анау Алмат жап-жас бала ғой, менің баламнан сәл үлкентек дейді. Мен жатпаймын, онымен Макс әзірге менікі деп айтты. Мен білмеймін, көрейік, енді жас бала болғанымен ержеткен бала ғой енді дедім. Баланың бетін қайтарып сағын сындырмаймыз ба дедім. Сосын маған, ой, жансая бересің ба, өзің бере берші сол Алматқа деді. Мен білмеймін, ситуацияға қарай көре жатармыз дедім. Солай парилкада сыра ішіп отырып кішкене қызып қалдық та, мұздай душқа үстімізге су шашып алып, өзімізге келіп алдық та дастарханға отырдық. Дастарханда шашлық жеп, сыра ішіп, әңгіме айтып, күліп, ойындар ойнап отырдық. Алматтың түрі жас болғанымен әңгімесі бізбен құрдас болып отыр екен. Әзілдері де өтімді екен. Сосын мен әдейі Грузиядағы ойынды ойнаймыз ба деп бөтелкені ұсындым, әдейі Айым мен Алматты қосу үшін. Айым бірден, қой адам, аз ойнағым келмейді ол ойында деп бірден қайтарып тастады. Сосын жақсы, ол ойынның ережесін өзгертейік, правда или действия қылып ойнаймыз деп тағы предлагат еттім. Сосын Айым жақсы деп келісті. Ойынның ережесі бөтелке ұшы кімге түседі, сол правда или действия орындайды. Алып бөтелкенің арты түссе, сол адам сұрақ қояды, немесе тапсырма айтады дедім. Жақсы деп келістік бәріміз. Бөтелкені айналдырып жіберем, ұшы маған арты Айымға түседі. Сосын Айым менен сұрайды, правда или действия деп.
Сосын мен правда дедім. Сосын айым онда тек шындықты айтасың деді да, шыныңды айтшы, Грузияда кіммен жақындасқан ұнат деді. Мен айттым басында, Дастанмен сөйлескен кезде, Дастан ұнады. Бірақ кейіннен үшеуіменде жатқан соң қатты ұнағаны Макс дедім. Сол жерде Макс мәз болып қалды. Сосын айым тұрып бөтелкені айналдырып жібереді. Үш Алматқа арты маған түседі. Алмат правда деп айтады. Сосын мен Алматқа сұрақ қоямын. Осы жасыңа дейін неше қызбен болдың және неше жасыңда қалай екенін айтып бер дедім. Ол жүзушілерді қосып есептейтін болса 20-30-дың шамасы деді. Мен бірден сразу айымға қарадым, бала мықты деп көзбен ымдап. Алғашқысы 15 жасымда жеңіл жүрісті қызбен болып пәктігімнен айырылғанмын деді. Ал бұлай сөйлесіп жүріп айдаған қызым 6 деді. Сосын Алмат бөтелкені айналдырып жіберді, ұшы тағы Алматқа түседі, ал арты маған түседі. Сосын Алмат действия дейді. Мен сосын сразу айттым, действия болса, онда айымдыкін жалап бер деп. Айым бірден қой жоқ, қарсымын деп қарсылық танытып жатқанда, Макс екеуміз бірден шулап кеттік, давай деп. Сосын Алмат айымға жасайтын болып екеуі де келісті. Шомылуға арналған киіммен отырған айым шешетте екі аяғын ашады. Екі аяғын ашқанда күн тимесі әппақ болып жылтырап тұр екен, жүннің түктеріне дейін жұлып алып тастаған. Сосын Алмат бірден күн тимесінен бастай алмаймын деп жақындап барып шиелерін алып ұшына тиісті. Сосын менде масайып қалғанмын, прикол ұстайым ғой, манағы айтып отқан бөпеңе шиеңді беріп жатырсың ба деп. Сосын ол шиеден төменге қарай күн тимесіне қарай сүйе бастайды. Солай күн тимесіне жетіп жалай бастайды. Жалаған кезде айым рахатына кіріп терең демалып дауысы шығыс бастайды. Ал біз Макс екеуміз күліп қойып қарап отырмыз. Сосын Алмат күн тимесін жалап отырып, екі саусағын тығады да әрлі-берлі қозғай бастайды. Мен ішімнен біз бұны кішкентай көріп отырсақ, бұл балада опыт баршылық екен дедім. Алматты жалап кайфына кіріп кеткен, айымда асты былшырап қозып рахаттанып жатыр. Алмат өзін ұстай алмай сол жерде бастап жібереді. Қапсыз сайманын айымға тығып жібереді де үстіне мініп алып шабады. Екеуінің істеп жатқанын көріп менің күн тимесім былшырап кетті. Сол көріністі көріп мен оянып кеттім. Макс тыңдап алсай деді. Мен Макстың алдына тізерледім де жұмысыма кірістім. Дәл қасымызда Алмат пен айым жан дауыстары шығып жатыр. Ал мен болсам Макстікін алып жатып Алмат пен айымға қарап қоямын. Алмат айымды тоңқайтты да айымның артқы тесігіне жаймен кіргізіп тығыр жібереді де артқы тесігінен шабады. Айым болса ыңқылдап жатыр. Көріп тұрмын айымға ұнап жатқанын. Айым шашы жалбырап кеткен. Сосын Макс тұрды да қазір бір қызық көрсетем деп айымның астына барып жатып алып күн тимесіне өзініп тығып жіберді де Алмат енді артынан тық деп айымның екі тесігінен де итеріп жатыр. Айым болса көзі айналып беті қып-қызыл болып кеткен. Алмат болса кімді шегол дедің деп бар күшімен артқы тесігінен ұрғылап жатыр. Айым болса сені деп әрең дауыспен айтып жатыр. Шеголмен ұнап жатыр ма деп сөйлеп жатыр Алмат, айым болса иә деп ыңырсып жатыр. Макстың үні шықпай қалған, неге десем Макстың аузы бос емес екен, айымның алмаларын етіп жатыр екен. Сосын бардым да Макстың бетіне отырып алдым, маған жаса деп. Макс маған жасап жатыр, ал мен бос отырмайын деп айымның шиелеріне тиістім, айым максималны алсын деп. Ал Алмат айымның артқы тесігін ұрғылап жатырып айымның артқы тесігінің ішіне бітіреді, тұрып кетеді. Мен де Макстың бетінен тұрып Алматтың артынан жүріп кеттім, оларды оңаша қалдырып. Алматтың қолынан ұстадым да душтан шығарып алып диванға тартым, бұтымды ашып жаттым, көр деп. Ол болса кірісіп кетті. Шашынан ұстап мыжылап кіріп кеттім. Сосын Алматты жатқызып үстіне секіргім келген, Алматтікі жатып қалған екен. Сосын жасап оныкін тұрғызып алдым да үстіне мініп шапқылап бастадым. Бірақ түріне қарағанда ол қатты сезіп жатпаған секілді болды. Түрі түр бермей жатырды. Балапаны да тұрғанымен былшыраңқы болып тұрды. Мен сонда да үстінде секіріп жаттым. Сосын Макс кіріп келді, айым болдым деп қалды деп. Сосын мен Алмат үстінен тұрдым да Максты жатқызып Макстың үстіне секіре бастадым. Ал Алмат жуынуға кетіп қалды.
Астымда жатқан Макс мені құлатты да, мені тоңқайтып ите айдай бастады. Басында баяу қозғалып, сосын жылдамдықты арттырып, қатты соққылай бастады. Ал маған қозғалған ұнап жатыр. Ол сосын кімнің күші жетпейді 3 қатынға деп мені қатты айдай бастады. Мықтымын ба деп қатты ұрғылап жатыр. Мен иә деп даусым әрең шығып ұрғыланып жатырмын. Күйеуің сені осылай айдай алама деп тағы да шашымнан тартып қаттырақ ұрады. Мен жоғалмайды дедім. Бір уақытта әлде қайда қаттырақ қозғалып жатты да шығарып қалып арқама бітіріп тастады. Арқама ұрығы шашырағанда жып-жылы болып шашырады тамшылары. Ұрықта осыншама жып-жылы болады екен ғой деп жатырмын екпетімнен. Орнымнан тұра алмай жатырмын, аяқтарым мені тыңдамай жатыр. Аяқтарым мені тыңдамай жатқанда, мені шалқамнан жатқызып, 2 саусағын тығып, жылдам қозғалтып шығарып салып қаттырақ қозғап жеткізеді мені. Сол диванның үстімен шылқытып сиіп тастаймын. Төсектің көретін жері жоқ, шылқып жатыр. Диваннан әрең тұрып аяқтарып дірілдеп душқа барам жуынуға. Душқа бара жатқанда Алмат жақындағысы келді қасыма. Мен жақындамай тұра тұршы жуынып демалып алайыншы деп. Басым айналып душқа әрең жетіп жуынып алып келіп айымның қасына отырамын. Сол жерде сыра ішіп айымға четам деймін. Бөпе деп отырып, бөпеге беріп қойдың ғой деп. Айым болып тұрады, ондай ханның қызында да деп әзілге айналдырып жіберді. Айым довольно, Алмат жақсы айдайды екен деп мақтай бастады да, сенің де жан айқайың шықты ғой деп әңгімені маған бұрып жіберді. Сосын айымға айттым, өмірімде мынандай бірінші рет алып тұрмын дедім. Грузияда алмағанда алдым дедім. Ол маған қызыға қарады. Сосын Алмат пен Макс келіп қасымызға отырды, олар да қасымызда сыралатып семечка шағып отырды. Сосын ойын ойнайық деді жігіттер. Қандай ойын дедік? 6 карт ойнай аласыздар ма? Кәдімгі дурак ойыны деді. Телефондағыдай дурак болса ойнай аламыз, иә дедік. Онда бір талап бар деді. Ең бірінші болып кім ұтылады, сол курьерді киімсіз қарсы алады деді. Сосын жарайды деп келістік. Макс бірден 2 пиццаға заказ беріп тастады да карт ойнауға кірістік. Содан бірінші ойында мен ұтылдым. Маған сен шығасың дегенде, жоқ олай болмайды, кемінде 3 рет ұтылу керек деп көнбедім. Олар жақсы деп екінші ойын кетті, айым ұтылды. 3-ші ойында қайтамен ұтылдым. 4 ойында Макс ұтылды да 5 ойында қайтамен ұтылып солай көрдің алдына. Солай көрер сыртқы есікке келіп тұрмын деп звондайды. Сыртқы есік деген заводың есігі. Қобалжып бара жатырмын сыртқы есікке. Мен барып есік ашамын, сәлеметсіз бе деп. Көрер түсінбейді, көзі банка 2 қорап пиццаны ұстады да үндемей, сосын ақшасын төлей қойыңыз деді. Мен қазір деп сыртқы есікті жаппай бұрылып ішке кіріп кетемін. Ол менің артыма қалай қарағанын байқадым. Барлық қобалжуларым арқамнан жүк түскендей басылып қалды. Ішке кіріп ақшасын төлесін деп жатыр деймін. Макс портменасынан 20 мыңдық шығарады. Мен барып көрерге 20 мыңдық ұстатамын. Ол кешірерсіз, менде стача жоқ, майда ақша бересіз ба деді. Сосын ішке кіріп майда берш стача жоқ дедім. Макс менде майда жоқ, сені көрді ғой, қаласаң бір нетіп алшеш деді, маған прикол ұстап. Сосын мен қумаш деп күлдім де көрерге бет алдым. Ішімнен Макстың айтқан сөздері ойымды бұзып жіберді. Ішімнен сондай не обычный қалап тұрмын, бұны кинода разнообразие дейма бірдеме деп атаушы еді ғой. Сосын бардым көрерге, майда жоқ, қаласаң мені айдасаң болады дедім. Сосын көрер сасып қалып, қалай болады екен деді. Сосын көрерді қолынан тартып заводың ішіне кіргізіп алдым да есікті жауып алдым. Болып жатқан ситуацияға менің астым уже бұлшырап кеткен. Көрерде мені көргеннен бастап оныкі қақшиып тұрып кеткен. Даладағы столға тірелдім де кірістеп көзбен ымдадым. Ол сайманын шығарды да менікіне тықты да әрлі-берлі қозғала бастады. Жылдам қозғала бастады. Мен ерекше сезімдемін, атмосфера ұнап жатыр. Бір күндік еркек, бір күндік айдау, дәл сол уақыттағы ләззат барлығы ұнап жатыр. Бірақ көрер көп ұзамай шығарды да далаға бітіре салды да сумкасына арқалап заводдан шығып кетті. Сосын іштегілер не істедің деді маған. Мен оны қуантып жібердім дедім да дастархан басына отырдым. Сол күні Макспен де Алматпен де от души таңға дейін ұрғыластық. Айым екеуміз ауыстырып 2 еркекті. Айымға да маған да ұнады сол түн. Солай өткіздік сол түнді. Содан 2 ай өткеннен кейін мені отпуск алып айым екеуміз тағы бардық Ақтауға. Оны артынан айтамын.